IT журналистика оқу курсының сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы маңызы. Сабақ мақсаты бұқаралық ақпарат құралдарының түрлерімен таныстыру. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қызметі мен мақсаты туралы дерек беру. Оқушылар, бұқаралық ақпарат құралдары арнайы техникалық құралдардың көмегімен кез келген тұлғаларға әртүрлі мәліметтерді ашық жариялауға арналған әлеуметтік мекемелер. БАқ билік пен оның субъектілері арасындағы байланысты реттейді. Бұл әсіресе дамыған демократиялық қоғамдарға тән қасиет. Бұқаралық ақпарат құралдарына телеарна, радио, баспа, газет, журнал, ақпараттық сайттар кіреді. Тележурналист көрерменге сапалы, шынайы және жедел ақпарат жеткізуші тұлға. Мерзімді басылым тілшісі, газет журналдарға мақала жариялаушы шығармашыл иесі. Сайт тілшісі, газет журналдардан бұрын ақпаратты тез жариялауға мүмкіндігі мол маман. Радио тілші, радионың тікелей эфирін, ондағы бағдарламаларды дайындап жүргізуші тұлға. Оқушылар, сіздерге бұқаралық ақпарат құралдары туралы мағлұмат берілді. Тапсырмаға кезек берейік. Сот талдау арқылы бұқаралық ақпарат құралдарының күшті, әлсіз жақтарына, мүмкіндіктеріне және қауіптеріне талдау жасаңыздар. Дескриптор көрсетулі. Жарайсыздар оқушылар, енді өз жауаптарыңызды ықтимал жауаппен салыстырыңыздар. Бұқаралық ақпарат құралдары қоғамдағы өзекті мәселелердің шешілуіне ықпал етеді, халық үнін билікке жеткізеді. Мүмкіндіктері әлеуметтік, экономикалық мәселелердің шешілуіне әсер ете алады. Әлсіз жақтары бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері әлеуметтік тұрғыда мемлекеттен жеңілдік, үй кезегіне тұру секілді мүмкіндіктерге қол жеткізе алмауы. Қауіпті жақтары төтенше оқиғаларда, апаттық жағдайларда өз денсаулықтарына, өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін. Енді ақпарат өкілдерінің, оның ішінде тележурналистердің еңбек жолынан тыныс беретін бейне роликті тамашалаңыздар. Тапсырма стоп-кадр арқылы берілген видеоны көре отырып, оның жалғасын болжап, бейнебаян туралы ойыңызды көрсетуге арналады. Дескрипторда көрсетілген қадамдар бойынша тапсырманы орындауларыңыз қажет.
ойлайсыздар балалар. Енді бүгінгі сабағымыздың түйіні ретінде рефлексияға кезек берейік. Камера әдісімен кері байланыс орнатайық. Нысанамда сақталған ақпарат, жадымда қалған жаңалық, камера көздейтін контент. Оқушылар, сіздер жауаптарыңыз арқылы сабақтан тың ақпарға ие болғандарыңызды аңғарттыңыздар. Бүгінгі сабақта бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдағы маңызымен таныс болдыңыздар. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Зейін қойғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.